Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен кемел адам кітабынан алдыңғы видеоның жалғасы ретінде екінші бөлімін оқитын боламын. Ендеше видео басталмастан бұрын каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Ендеше біз бастайық. Еңбекпен тапқан нан тәтті. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қардың суы секілді тез суалар. Еңбексіз құр арман мен бос қиял жетістікке жеткізе алмайтыны айтпаса да түсінікті. Өкініштісі, бүгінгі таңда көп адам аз еңбектеніп көп пайдаға кенелу дейтін психологиялық дертке шалдыққан. Көрінбеген нәрсені аламын деп, айырылма қолындағы бар малыңнан деп, Мәшһүр Жүсіп ескерткендей, түрлі қажылық пирамида мен лотерея ойынына ақшасын судай шашып жүргендер жетерлік. Көрінбейтінді қуалап, құмар ойынға ұтылып жатқандар қаншама. Бұл құбылысты рухани ауру деуге болады, немесе санадағы кедейлік. Бұдан құтылмай еш нәрсе оңалмайды. Құранда әр адам өз еңбегінің қарымын ғана алады делінген. Құдай өзі береді, ризық Алладан дейтін сөздермен жалқаулығымызбен жатып шер масылдығымыздың жаба тоқуға болмайды. Еңбексіз келген ақша адал жолға жұмсалмайды. Еңбексіз мал табуға құмарлық кедейліктің жолы. Абай өзінің аш қарын жұбана ма майлы ас жемей атты өлеңінде еңбек жоқ, харекет жоқ, қазақ кедей тамақ аңдып қайтеді тентіремей деп сынай келе, жалға жүріп жат жерге кет, мал тауып кел, малың болса сыйламай тұралмас ел. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел деу арқылы ұрпақты ешбір жұмысты арланбай жасауға, тіпті жалға жүруге қажет болса бөтен елге, басқа жерге барып ақша табуға шақырады. Сол сияқты шәкәрім қажы, ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың, ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегің тұра ма саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекетің білесің сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш, салғырт салақ, оған арам харекет ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жылы орын, тәтті тамақ деп, елді масылдықтан жирендіріп, еңбек етуге, малды мақтаныш үшін емес, биік мұрат үшін жинауға насихаттайды. Адам еңбегімен сыйлы, маңдай термен абыройлы, ал жатып шер масылдың өзіне де, өзгеге де, Құдайға да сүйкімі жоқ. Фэн-шуйдің үкімі. Фэн-шуй даосизм наным-сеніміне тиесілі мистикалық сенім жүйесі. Фэн сөзі жел, шуй сөзі су деген мағынаны білдіреді. Даосизм құрамында діни философиялық элементтері бар Қытайдың дәстүрлі ілімі. Фэн-шуйдің біреулер ілім деп жатады. Бұл ілімге жатпайды. Ол ци энергиясының адам өміріне жағымды әсерін іздеу негізінде пайда болған мистикалық сенім жүйесі. Ци Қытай философиясында ғаламды толтырып тұрған энергия, немесе табиғи күш. Фэн-шуй теориясын құрастырған Ян И есімді кісі. Ол жақсы үй тұрғызу үшін немесе жақсы шаруашылық ашу үшін айдаһардың демі қажет деген. Сөйтіп айдаһардың демі бар деп білген жерлерге жақсы жаман деп өзінше болжам жасаған. Фэн-шуйге әлемдегі ғылыми қоғамдастықтар жалған ілім деген баға берген. Мәселен, фэн-шуй жайында ақпаратты алғаш болып Еуропаға апарған Эрнест Айтель бір сөзінде фэн-шуй соқыр сенім жүйесі. Ол адамдарға байлық пен жақсылық әкелу үшін қабірді қай жерден қазған дұрыс, үйді қай жерге салу керек деген секілді негізсіз болжамдарды үйретеді дейді. Ғалымдар фэн-шуйдің әу баста өлілерге қатысты әдет ғұрып негізінде пайда болғандығын айтады. Біздің заманымызға дейінгі 9 ғасырда ежелгі Қытайда өлілерді жерлейтін
ортақ қабір салу ғұрпы болды. Қайтыс болған кісіні жақындары қалаған жерге және өзі қалағандай көме алатын. Осы жерден фэн-шуй сенімі ортаға шығады. Жақындары қайтыс болған адамды өздері жақсы және өліге ыңғайлы деп білген жерге көметін. Осылайша бұл бірте-бірте соқыр сенімге айналып кеткен. Ежелгі Қытайдан бастау алған бұл соқыр сенім біздің дәуіріміздің 11-12 ғасырында үйдің құрылысы мен үй ішіндегі жиһаздарды орналастыру ісіне ауысты. Сондықтан қазіргі таңда пәтер үшін бөліктерге бөліп қытайлық сувенирлерге көкшіл айдаһар, құрбақа, айдаһар, үш аяқты құрбақа тағы да басқа толтыруды ілімге балап, оның тарихын 6000 жылдық деп жүрген адамдарға сенудің ешбір негізі жоқ. Жалған сенім бола тұра адамдардың фэн-шуйге сенуінің астарында сенде бәрі жақсы, мына сувенирді қойсаң үйіңе ақшаның легі ағылады, айнаны былай қой, есік мына жақтан ашылатын болса, мұның бәрі сен үшін жақсы энергия әкеледі деп оңай олжа мен тез баюды уәде ету жатыр. Оңай пайдадан үміт еткен адам оның дұрыс немесе бұрыстығына және қаншалықты ақылға қонымды екендігіне мән беріп жатпайды. Сөйтіп өмірін қалайша мистикалық жалған сенім принципіне негіздеп жібергенін байқамай да қалады. Шариғи және ғылыми негізі жоқ жалған мистикалық сенімдерге иланып, өмірді соған негіздеу үлкен адасушылық және күнә. Сондықтан жалған сенім мәселесінде абай болған жөн. Әсілінде мұсылмандық сенім бойынша ризық несібені беретін Алла. Адамнан талап етілетін нәрсе болса, жақсы ниетпен қажырлы еңбек, біреудің қолымен жасалған бақа-шаян немесе айдаһар мүсіндері ақша шақырады деп сену сау ақылға сыймайтын дүние. Байлық пен ақша тартатын асыл зат адамның шынайы ниеті мен еңбегі. Абай да бұл принципті 4-ші қара сөзінде қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды деген. Олай болса, елімізде өздерін ментор, коуч санап жүрген кейбір отандастарымыз адамдардың сауатсыздығы мен сенгіш мінезін пайдаланып, дінімізге қайшы өзге елдің жалған сенімін тықпылап, еш пайдасы жоқ мүсіндерді, әмияндарды сату арқылы қалталарын қампайту әрекеті шариғи һәм адами тұрғыда күнә болмақ. Пайғамбардың тіленшілігі өсиеті. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам тақыр кедей кісі келіп қайыр тілейді. Пайғамбарымыз оған үйіңде қандай дүние бар дейді. Әлгі кісі үстімізге киетін әрі төсеніш ретінде пайдаланатын бөз бен су ішетін ыдыс бар дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам үйіндегі сол екі затты алып келуін талап етеді. Сахаба заттарын бірден алып келіп пайғамбарға табыстайды. Алла елшісі мына заттарды кім сатып алады деп сахабаларына ұсыныс тастайды. Бір кісі тұрып, мен 1 дирхамға сатып алам дейді. Пайғамбарымыз кім көбірек ақшаға сатып алады деп тағы да 2-3 рет сұрайды. Мен 2 дирхамға аламын деп ниет білдіреді басқа бір сахаба. Заттар сол кісіге сатылады. Алла елшісі 2 дирхамды кедей кісіге беріп, 1 дирхамына отбасына азық ал екіншісіне базарға барып балта сатып әкел дейді. Базардан балта сатып әкелген адамға пайғамбарымыз енді орманға барып отын шауып соны сат, 15 күн бойы мен сені мұнарадан көрмейтін болайын дейді. Әлгі кісі пайғамбар айтқандай отын шауып оны базарға сатып 10 дирхам ақша табады да отбасына азық-түлік киім-кешек сатып алады. Мұны көрген Алла елшісі, міне
Бұлай жасауың қиямет күні қайыршылық салдарынан жүзің қара дақ болып келуінен әлде қайда қайырлы дейді. Аталған қиссаның ғибрат алар тұсы көп. Қысқаша қарайтын болсақ, пайғамбарымыз алдына келген кісінің мәселесін түбегейлі шешудің жолын көрсетті. Балық емес, қармақ ұстатты. Қаржы табу үшін мүмкіндікті сырттан іздемеу, өз әлеуетің мен қабілет қарымыңды дұрыс бағалап, қолыңнан келетін істі таба білудің маңыздылығын байқаймыз. Сахабалардың бір-біріне қолдау көрсетуі. Бөз бен су ішетін ыдысты 2 дирхамға сатып алған кісіге бәлкім бұл заттар мүлде қажет емес шығар, бірақ қиналған кісіге қолдау көрсетті. Пайғамбарымыз кім көбірек ақшаға сатып алады деп тағы да 2-3 рет сұрау арқылы сатылатын заттардың бағасын арттырып бәс сауда жасады. Кейде сахабаның кеңеске құлақ түріп, аянбай еңбек етуі, жауапкершілікті сезініп, сенімді ақтауы да үлгі аларлық әрекет. Өз ісіңнің шебері бол. Ғажайып істі жасаудың жалғыз жолы істеген ісіңді шынайы, жақсы көру ғана. Стив Джобс. Ғалым ғылымында, кәсіпкер кәсібінде, құрылысшы құрылысында, дәрігер емдеуде, мұғалім сабақ үйретуде, қысқасы, әркім өз саласының жілігін шағып, майын ішкен хас шебер болуы ләзім. Бір адам әр салада хас шебер болмауы мүмкін. Оған қамшының сабындай ғұмыры да, қарым-қабілеті де жетпеуі ықтимал. Бірақ әр адам бір саланың шын шебері болуына толық мүмкіндігі бар. Бір саланың майталман маманы болу үшін 10.000 сағат жұмсау қажеттілігі айтылады. Әр саланың басын бір шалғаннан бір істің мықты маманы болған әлде қайда артық. Алла елшісі хадисінде: Алла тағала сендердің араларыңда істі кемеліне жеткізіп, сапалы істейтіндерді жақсы көреді деген. Абай айтпақшы, адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Белгілі бір істің хас шебері болу үшін әуелі ол істі шын сүю керек. Таңдаған салаң қолыңнан ең жақсы келетін іс болуы қажет. Сонда жасаған жұмысыңнан ләззат аласың. Адам өзі сүйетін, қолынан жақсы келетін, халыққа пайдалы іспен айналысқанда жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Кез келген іс махаббатпен нұрланады. Шын сүйіспеншіліктен туған дүние ғана сұлу һәм құнды болмақ. Шеберлік ұдайы білімді жетілдіруді, қажырлы еңбекті, ұзақ уақыт табандылықты талап етеді. Әсіресе қазіргі заманда барлық сала өте жылдам өзгеруде. Әр салада күн санап жаңа дүниелер пайда болуда. Кешегі білгенің бүгінге жарамайды. Сондықтан кәсібилігіңді дамытуды тоқтаусыз инвестиция құйып жетілдіріп отыруың міндет. Тоқтаған су борсиды. Тұлғалық дамуыңа һәм кәсібилігіңді жетілдіруге күнделікті уақыт бөл. Шеберлігіңді арттыру үшін қай жерде, нендей елде қандай курс болса, соны үйренуге талпын. Өкініштісі, бізде көптеген мамандық иелері университетте алған біліммен шектеліп қалған. Кейбір кісілер кәсіп бастай сала бірден баюды көздеп, түскен қаржыны өз кәсібін дамытып, өркендетуге қимай жатады. Соңында бәсекеге шыдас бермей, дағдарысқа ұшырайды. Бұл сапалы іс істеу құндылығының бойға сіңбеуінен туындайды. Бірінші орынға ақшаны емес, елге сапалы қызмет ұсынуды қойғанда бәрі басқаша болады. Мейрамхана аштыңыз ба? Әуелі ақшаны емес, халыққа ең сапалы, пайдалы тамақ беруді ниеттеніңіз. Кез келген сала солай. Құранда: «Уа Мұхаммед, мұсылмандарға былай деп айт: харекет қылыңдар, істеріңді Алла да, оның елшісі де, мүміндер де көреді» дейді. Демек, әр ісімізді Алланың, пайғамбардың, халықтың назарына ұсынатын деңгейде сапалы атқаруға тырысуымыз қажет. Ол үшін істеген ісіңнен бірінші кезекте қалтаңа түсетін ақшан емес, көпшілікке пайдалы болуды көздесең, жұмысың нәтижелі һәм сапалы болады. Халықтың
наразылығы халықтың алғысын аласың, ал ризашылық бар жерде мол береке мен биік нәтиже болары сөзсіз. Еңбек адамнан, ризық Алладан. Осы орайда Абай атамыздың әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйініп, еңбегіңді сау еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды деп аяқтағым келеді. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, сізге ерекше алғысымды айтамын. Бұл видеодан сіз өзіңізге титтей де бір пайда кетсеңіз, бұл мен үшін үлкен қуаныш. Және де мені қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, өз ой-пікіріңізді комментарийға бөлісе кетіңіз. Ендеше сау болыңыздар.